Так, бұл прибор жаңадан келген. Бұрын теншіде озонатор деген прибор болған. Соның жаңа версиясы. Бұл енді озонатор емес, бұл прибор для очистки фруктов, овощей деп айтылады. Но в том числе крупы можно тазалауға и еттерді тазалауға. Қазір біз тауықтың етін осы прибормен тазалап жатырмыз. Ол үшін суды құясыз, етті саласыз и насақтыны суға батырып, приборды просто қосасыз. Енді еттің барлығы қазір өзіңіз жаңағы өсіріп отырған малдан басқа еттің барлығында гормон бар, антибиотики бар. То есть көптеген химиялық қоспалар еттің құрамында бар. Әсіресе құс еті. Обычно құстың етін біз диетический дейміз. Шын мәнінде құстың етіне өте көп мөлшерде гормон қосылады. Яғни тауықты жылдам семірту керек. Ол тауық тез жұмыртқалау керек. Соның бәрі гормональный препаратпен іске асырылады қазір птицефабриканың барлығында. Сосын міндетті түрде антибиотик беріледі құстың барлығына. Себебі птицефабрикада мысалы 3000 құс болатын болса, біреу не дай бог птичий грипп болатын болса, 3000 құс қырылады деген сөз. Себебі бір помещениеда бір-бірімен тығыз орналасады тауықтар фермада. Сол үшін оларды время от времени антибиотикпен міндетті түрде пичкать етеді. Получается, біз диетический құстың еттің орнына так, міне жаңағы тауықтың еті прибормен тазаланып жатыр. Қанша уақыт өтті? 13 минут өтті. Міне уақыты 2 минут қалды. 15 минутта өшіріп, мынау көбікті тоже эксперимент жасауға болады. Енді қалай ойлайсыздар, осы көбіктің құрамы не нәрсе? Еттен шығып жатқан. Мысалы, судың өзін осылай прибормен тазалайтын болсаңыз, мұндай көбік шықпайтыны анық. Яғни бұл тауықтың етіндегі жаңағы пичкать етілген гормондар, антибиотиктер, соны мынау прибор нейтрализовать етіп, еттен ажыратып суға шығарып жатыр. Яғни бұл прибормен тазаланған тауықтың етін жейтін болсаңыз, сіз реально диетический етті жеген боласыз. Міне қараңыздар, көбікті, формасы сақталып тұр, көбікті байқадыңыздар ма? То есть это не просто воздух, а реально көбік. То есть жаңағы гормон, антибиотик, соның бәрін су, мына прибор еттен ажыратып шығарды. Мына сары, көрдіңіз ба? Соны біздер жеп жүрміз. Осының барлығы адамның организмін ластап, уландырып. Нифига себе. Қалған деп. Мына жаңа взрывты байқадыңыздар. Көбік. Суы бөлек, көбігі бөлек. Бұны енді әрине кептіріп жағатын болсаңыз, кәдімгі покрышка өртегендей иіс шығады. Жаңағының иісі өзі. Осының өзінде иіс бар. Судың өзі, слизистый су. Да, слизистый. Оюланған. Яғни судың өзінде де көбіктен басқа қаншама нәрсе бөлінгені прям білінеді. Су қоймалы жынтақ. Холодец қатыратын сорпа сияқты болды ғой. Судың өзінде де көбіктен бөлек жаңағы улы заттар шықты деген сөз.